Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 7 сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы ғаламтордың пайдасы мен зияны. Сабақтың мақсаты мәтіндік және диаграмма түрінде берілген ақпаратқа түсініктеме береді. Екінші мақсат мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жаза алады. Олай болса, қымбатты оқушы, әдеттегідей ой түрткі әдісі бойынша сабағымызды бастайық. Суретке назар аударыңыздар. Әрине, ғаламтор қазіргі қоғамның ажырамас бөлігіне айналған дүние екені ол сөзсіз. Ғаламтор жаңа ғылым мен техниканың шынайы жетістігі. Бірақ дегенмен де ғаламтордың өзінің пайдасы мен зияны бар екені сөзсіз, және соны ұмытуға болмайды. Суретке назар аударыңыздар. Екінші суретке назар аударсаңыздар, әрине ғаламтордың пайдасы бейнеленген. Бұл жерде сөзсіз бүкіл төрткүл дүние алақандағыдай, яғни бір смартфонның немесе ноутбуктың ішінде бүкіл ақпарат, қажетті ақпарат, білім алуға болады екеніне сөзсіз екенін көріп отырсыздар. Олай болса, қымбатты оқушы, бірінші тапсырмамызды бастайық. Бірінші тапсырма, яғни бұл жердегі мәтін және диаграмма түрінде берілген. Осы мәтін және диаграмма түрінде берілген ақпаратқа түсініктеме беруіміз керек. Бірінші мәтінді оқиын, тыңдаңыздар. Ғаламтор желісінің пайдасы өте көп. Себебі өмірдің кез келген саласына қажетті ақпаратты жылдам алуға болады. Басқа қолданушылармен ақпарат алмасу мүмкіндігіне ие боласың. Ақпаратты алу немесе беруде белгілі уақытқа тәуелді болмайсың. Керек уақытында қарауға болады, жіберуге болады ақпаратты. Ғаламторда көп уақыт отыру зияны туралы айтсақ, ол адамның өзіне байланысты екен. Ол өз-өзіне белгілі бір кесте қоюға болады. Белгілі бір уақыт мөлшерінде отыру, қажетсіз ақпаратты қарамау сияқты өзіне шектеу қойған жағдайда адамға зияны тимейді екен, яғни зияны аз болады. Әрине, кез келген дүниені шектеусіз пайдаланса, оның зияны болар сөзсіз. Егер сіз ғаламторға шықсаңыз, төрткүл дүние ашсаңыз, алақаныңызда, жұмсаңыз, жұдырығыңызда тұрғандай әлемнің қай қиырында қандай уақиға болып жатқанын дер кезінде хабар болып отырасыз. Бұл, құрметті оқушылар, мәтін. Енді диаграммаға қараңыздар. Диаграмма түрінде мына жердегі дүние жүзі бойынша ғаламторға тәуелді адамдар көрсеткіші берілген. Яғни, мына диаграмманың бір бөлігі тәуелді емес адамдар. Қызғылт сарыға бояп қойсақ, көк жағы ғаламторға дүние жүзі бойынша тәуелді адамдар берілген. Екінші диаграммаға назар аударсаңыздар, екінші диаграммада дүние жүзі бойынша ғаламторға тәуелді жастар көрсеткіші. Мына жерде қызғылт сары бөлігі 5 жасқа дейінгі тәуелді балалар, көк бөлігі 5 жастан 12 жас аралығы, қызыл бөлігі 12 жастан 18 жас аралығы, және де диаграммамыздың сары бөлігі бұл 12 жастан 25 жас аралығындағы ғаламторға тәуелді жастар көрсеткіші екен. Яғни мәтінді оқыдық, екі диаграмманы көрдік, енді дескрипторына қарайық. Дескрипторы мәтінге қысқаша түсініктеме бересіз. Жаңа алдында оқыған мәтінге сіз бір 2 сөйлем, 3 сөйлеммен қысқаша ғана түсініктеме беріп өтсеңіз болады. Ол 2 балды құрайды. Екінші, жаңағы 2 диаграмма бойынша көрсетілген ақпаратты мәтінге айналдыруыңыз керек. Сол мәтінге айналдырып, сол 2 диаграммаға түсініктеме бересіз. Ол 2 балды құрайды. Сонымен бірінші тапсырмамыз барлығы 4 бал. Олай болса, қымбатты оқушы, тапсырма орындау сізге қиындық тудырмайды деген сенімдемін. Тапсырманы орындауға кірісейік. Енді, қымбатты оқушы, екінші тапсырма жаңағы алдыңғы бірінші тапсырмадағы 2 диаграмма негізінде болады.
жаңа интернетке тәуелді жастар бойынша 2 диаграмманы көресіздер. Сол 2 диаграммаға қарап, екінші тапсырманы орындайсыздар. Яғни, мына жерде мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сіз сипаттап жазуыңыз керек. Екінші тапсырманы дескрипторы кіріспе бөлім, жалпы мәлімет, детальді мәлімет бересіз. Міндетті түрде сіз құрылымын сақтауыңыз керек. 2 диаграммаға қатысты кіріспе бөлім, жалпы мәлімет бересіз, детальді мәлімет бересіз. Бұл 4 балды құрайды. Және де екінші диаграмма түрінде берілген ақпаратты сіз сипаттап жазуыңыз керек. Яғни бұл 2 бал. Барлығы 6 бал екінші тапсырма. Бұл жазылым дағдысы бойынша сіз жаңа 2 диаграмманы сипаттап жазуыңыз керек. Олай болса, қымбатты оқушы іске сәт екінші тапсырманы дұрыс орындайды деген сенімдемін. Енді әдеттегідей рефлексия, яғни сіз бүгінгі тапсырма бойынша не жасай алмадыңыз, нені түсіндіңіз және не білдіңіз. Қымбатты оқушы, сабағымыз аяқталды. Сабағымыз қызықты болды деген сенімдемін. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Тапсырманы менің жекеме жіберулеріңізге болады.